Bizler Doktor Korn деген сосиска жасап пісіретін боламыз. Ашып көрейік бірінші. Корнды пісіреміз, е? Ол үшін бізге сосисканы ашып, тазалап алу керек. Неше сосиска бар екен санадың? 15. Кеше санап қойдым магнумда. Біз мұны дүкеннен жеген жақсы көреміз. Сосын осындай міне, вроде халал сертификат алдық. Құрамы жақсы екен. Енді, магнумнан алдық. Енді осыны тазалаймыз. Біріншісінде бірінші ең әуелі сосисканы ашып тазалап аламыз. Сосын не істейміз? Онға аунатамыз. Және мына палочкаларды кіргізіп, мына жерге орналастырып, морозильникке сала тұрамыз. Или холодильникке қазір қарай. Опа. Содан кейін тестосын дайындап қойдым. Мынаны аунататын тестосын сол ашып тұр. Ашыған тестоға аунатып, майға пісіретін боламыз, е? Жақсы қазір. Так, мына жерде неше сосиска екен санадың ба, Ибрахим? 15. 15, ага. Жақсы. Онда қазір пышақпен ашып беремін, дұрыстап. И қолмен уже сосисканы тазалаймыз. Так, мінеки тазалап болдық. Енді Ибрахим қалай етеміз айт? Ұнға саламыз да мына палочка бересің. Жақсы. Бірінші ұнға аунатамыз, одан кейін міне біреуін уже Ибрахим істеп қойып, осылай. Бірақ ровно ортасына сал, жарай ма? Өйткені майға салсың алғанда нетіп кетеді. Қазір біріншісін Ибрахим істесін, Әбілхайыр қарада, екіншісін Әбілхайыр істейді. Қаршы? Кәнекей. Қатты өлерде қатты баспа, жайлап бас. Болды. Көп матырмай қой. Так, мына палочканы таға бер, ананы Әбілхайыр. Әбілхайыр, сен істемен палочканы атқанды ой? Жоқ, екеуіңді істеңдер. Келесін істей бер, Әбілхайыр. Тақанса мына жаққа дейін сал. Маманғы сияқты болып шығу керек, міне. Сыртына шығып кетіп отыр, ровно сал. Ой! Палочканы мына жағын саласын. Кожаларына шығып отыр ғой. Міне мынандай палочкаларымыз, мысалы, біздің осындай ұзын ғой, е? Соның кетті жартысына дейін саласыздар ғой, щоб мына жерге дейін бәрі кіріп тұру керек. Сосын дайын болғанда бұны холодильникке салу керек. 40 минуттай тұру керек. Как раз біздің тестіміз ашуға ашытып жатырмыз, ол тесті ашығанша осы тұру керек холодильникте. Так, мінекей бізде 9 штук болып шықты. Бұны 30 минутқа мұздатқышқа, яғни морозильникке салып қояды екенбіз. Осы палочкасымен осыған саламыз да, бүйтіп айналдырамыз. Мынау ашыған ұн кәдімгі. И соған жасаймыз. Әлі жасамай тұра тұр, майымыз қызған жоқ. Майымыз қызғаннан кейін жасаймыз. Достар бағына бір өңдеп қойдық, тәтті екен. Тәтті екен. Дәмді. Осындай болып шықтым. Осындай болып шықтым. Ана бірақ өшпей қалды. Достармен қоштасыңдар ма? Жоқ, келесі видеоға кездескенше. Лайк басып қойыңдар.